Сәлем достар, сіздермен Үрбіш, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі ас фрикадельге қосылған картоп дайындайтын боламыз. Бізге керегі 5 дана картоп, оларды әрқайсысын ортасынан бөліп шығамыз. Және түп жағынан тағы да кішкене аламыз. Біз оларды ыдысқа жайғастырған кезде осылай нық тұру үшін. Енді қасықтың көмегімен ортасын ойып шығамыз. Қатты тереңдетіп, түп жағын ойып алмаңыздар. Осылай қасықтың көмегімен жай ғана абайлап алып тастаймыз. Картоптарды ыдысқа орналастырып, үстіне су құйып, біраз қасық тұз салып, қайнатуға қоямыз. Картоптарды пісірмейміз, осылай қайнап шыққан кезінде оттан аламыз. Фрикадельге дайындаймыз. Ол үшін бізге тартылған ет және бір жұмыртқа, майдалап туралған бір дана пияз және ас көп укроп немесе петрушка қолдансаңыздар болады. Жарты шай қасық тұз себеміз, әрине ол дәміне қарай жақсылап араластырамыз. Ең соңында бір қасық ұн сеуіп араластырып аламыз. Қолымызды алдын ала сулап алып, осындай кішкентай шариктер жасап шығамыз. Келесі, үккіштің үлкен тісінен сырды өткіземіз. Сырды алдын ала мұздатқышқа қойыңыздар, сонда жақсы тез өтетін болады. Қызанақты көлемі 5 мм болатындай етіп турап шығамыз, немесе черри пайдалансаңыз болады. Черри помидоры болса, оны тең екіге бөлесіз. Ыдысымызға біраз қасық май құйып, жан-жағын жақсылап майлаймыз. Картоптарды ретмен орналастырып болғаннан кейін бетіне шым-шым тұз сеуіп шығамыз. Аз мөлшерде сырдан саламыз. Фрикадельгиді 3 данадан орналастырамыз. Қызанақ пастасын немесе кетчупты осылай бетіне жағып шығамыз. Молынан сырды саламыз. Қызанақтарды орналастырамыз. Ең соңында бетіне тұз сеуіп, фольгамен жауып, 180 градуста 35-40 минутта пісіреміз. Біздің кешкі ас дайын, сондай сочный деп айтады ғой, сондай өте дәмді болып шыққан. Міндетті түрде фольга жабуды ұмытпаңыздар. Міне мен фольга жаппағандықтан менің қызанақтарымның шеті кішкене күйіңкіреп қалды. Әсіресе бұл тағамды мерекелік кештерге жасауға кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмір. Сізге видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.